В малом бизнесе, в среднем бизнесе вы можете получать. Мансап орталығы хату студенттері үшін Қазақстандағы ірі IT компаниялардың бірі BIM кезетпен кездесу ұйымдастырды. Жұмыссыз отырған адам саны 2 миллионнан асады. BIM платформасында студенттер жұмысқа тұру үшін әркім өзінің резюмелері мен тәжірибелерімен бөліседі. Одан кейін жұмыс берушінің өзі кері байланысқа шығады. Полная занятость видос хочется. Студенттердің сабағына бұл университет тудырмайды ма? Әртүрлі жұмыс берушінің талаптары өздерінің істеп жүрген адамдарының талаптарына сай. Біреулерінде жұмыс уақыт графиктері еркін. Кейбіреулерінде аптасына 5 күн, таңертең 6-тан 9-ға кейін. Кейбіреулерінде жарты күн жұмыс істеуге болады. Енді барлық жұмыс берушілерде бір ережемен барлығында еркін график болу керек деген талапты қоя аламыз. Жұмыс берушілер әртүрлі салалардан, біреулер IT компаниялар, екіншілері банк, екіншілері завод. Сондықтан бұл жұмыс берушінің жағдайына байланысты. Нету человека, который может... BIM платформасы арқылы мен көп нәрсе үйрендім. Мысалы, жұмыс табуды, карьера қууды, қалай резюме беруді үйрендім. Ал график жағынан ыңғайсыздық тудырмайды ма? Графикті ыңғайлы болса, жұмыс істеуге болады негізі. Мысалы, қазір оқуымыз біздің график сәйкес келіп жатқан жоқ та, бізге қиындау отыр сол жағы. Сонда BIM график жағынан ыңғайсыздық тудырса, иә. BIM өкілі студенттердің жұмыс істеу барысындағы жіберетін қателіктермен де бөлісті. Бұл кездесу студенттер үшін өз мамандығы бойынша жұмыс табуына, тағылымдама тауып, бағдарламау тәжірибе алатынына мүмкіндік береді. BIM ұйымдастырумен өткен семинар студенттерге пайдалы ақпараттармен толы болды. Санжар Кенжеханұлының мақсаты жұмыстықты азайтып, жастарды еңбекке баулу. Медина Жұмашева, Аружан Рамединқызы, арнайы IT жаңалықтары үшін.